Адам баласына қажетті тағамдардың түріне қосылатын, өзі жеке азық бола алатын жұмыртқа зиян ба? Оның ағзамызға әсері қандай? Жұмыртқа өндіруден қай ел көш басында? Халал жұмыртқаны қалай алады? Видеоны соңына дейін қарап, арнамыздан алыстамаңыз. Ең алдымен каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Сіз үшін жай ғана нәрсе, біз үшін үлкен мотивация. Тауық бірінші пайда болды ма, әлде жұмыртқа ма? Осы сұраққа жауапты пікірге жаза кетіңіз. Тауық үй жануарларының бірі. Ол Қытайда осыдан 1400 жыл бұрын қолға үйретілген. Бір тауық жылына шамамен 250 жұмыртқа басады. Кейбір тауықтардан манипуляцияның көмегімен одан да көп жұмыртқа алынады. Басқа тірі ағзалар секілді жұмыртқалар ауа жұтады. Өйткені олардың қабығында ұсақ тесіктер 4 литр таза ауа сіңіріп, 3 литр көмірқышқыл газдарын шығарады. Жер бетіндегі барлық тіршілік иесі жылына 570 миллиард жұмыртқа жейді. Бұл мәлімет күн санап артып келеді. Мамандар олардың алдағы уақытта өсетінін айтады. Жұмыртқа көлемі тауықтың жасына байланысты ірі немесе кішкентай болады. Неғұрлым ірі тауық болса, жұмыртқасы да үлкенірек. Тауық жұмыртқасының халал болуы құс азығы ретінде ет сүйекті жемді қолданбауында. Таза жеммен қоректенген тауықтан алынған жұмыртқа ғана халал деп айтылады екен. Жұмыртқаны алар алдында оның сыртындағы таңбасына аса назар салу керек. С әріпі болса асханалық, Д әріпі болса ол диеталық болады. Диеталық жұмыртқа басқа сорт емес. Жаңадан шыққан жұмыртқа 7 күн бойы диеталық бола алады. 7 күннен соң асханалық жұмыртқаға айналады. Асханалық жұмыртқаны тоңазытқышта 90 күн, бөлме температурасында 25 күн сақтайды. Жұмыртқаның құнды бөлігінің бірі сарыуызы. Сарыуыздың жоғарғы бетінде ұрық орналасады. Сарыуыз майлар мен ақуыздарға, көмірсулар мен минералдарға өте бай. Сонымен қатар А, Б, С, Д, Е және тағы басқа дәрумендер өте көп. Жұмыртқа сарыуызы адам ағзасына жеңіл сіңеді, ал шикі жұмыртқаның ақуызы ұзақ қорытылады. Пісірген кезде ғана оның сіңуі артады. Жұмыртқаның 12% сыртқы қабаты, 56% ақуызы, ал қалған 33% сарыуызы құрайды. Жұмыртқаның адам ағзасына пайдасы. Оның адамға пайдалы тағам екенін ес білгеннен білеміз. Жұмыртқаны ежелгі үнді жерінен бастап пайдалану басталған екен. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін және шаштарын қатайту үшін қолданған. Ал ерлер жағы жорыққа шығар алдында жұмыртқамен ауқаттанған. Жарақаттанған жағдайда жараларына басып емдеген. Қазіргі заманда жұмыртқаны қайнатып немесе қуырып жеу арқылы бүкіл денемізді дәрумендермен қамтамасыз етуге болады. Құрамындағы ақуыз, йод, фосфор, селен сияқты элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Жұмыртқа құрамында 13 дәрумен кездеседі. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқада 76 ғана калорий кездеседі. Майлылығы небәрі 10% ғана. Ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек және жүйке жүйесі онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Көптеген диеталық мәзірлерде оны кездестіріп жатамыз. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылып, салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ пен шаштың өсуін, көздің көруін, сүйектердің мықты болуын және тістерімді маржандай жарқыратам десеңіз, жұмыртқаны пайдаланыңыз. Ағзаны түрлі вирустар мен инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Пісірген бөлкеңіз тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды ұмытпаңыз. Сырты жылтырап, алтындай жарқырап тұру үшін пешке саларда жұмыртқа сарысымен бір сылап шығыңыз. Көзіңізге сүйел шыққан кезде жұмыртқаны қайнатып ыстық күйде сүйелге басады. Сондай-ақ тамақ ауырған кезде тамаққа да басуға болады. Сонымен қатар жұмыртқаны қыз-келіншектер бет күтіміне де пайдаланады. Бір жұмыртқа мен бір қасық табиғи балды араластырып бетіңізге жағып 15-20 минут жатыңыз. Кейін жылы сумен шайыңыз. Нәтижесі қалай? Бетіңіз тазарады,
нәрленеді және тері тартылады. Жұмыртқаның сарысын бөліп алып шашыңызға жағыңыз. 1,5 сағаттан кейін жуыңыз. Бұл ем шашыңыздың ұштанбауы мен оның жылтырап тұруына әсер етеді. Жұмыртқаны таңдаған кезде оның сыртына мән беріңіз. Қабығы кедір-бұдыр және түсі өзгешелеу болса алмаған жөн. Бұл жұмыртқаның жарамдылық мерзімі өтіп кеткен болуы мүмкін. Жұмыртқа түстері ақ және қоңыр болып келеді. Ақ немесе қоңыр қайсы жұмыртқа жақсырақ екенін білгіңіз келе ме? Бұндай түстер нені білдіреді? Мамандар жұмыртқа қабығының түсі тауықтың түріне байланысты екенін айтады. Жұмыртқаны сіз бен біз ғана емес, сальмонелла бактериясы да жақсы көреді. Бұл ауру тудыратын бактерия. Өзімізді бұл бактериялардан қорғау жолы оңай. Жұмыртқа сыртының кір болғанын көріп органикалық екен деп алданып қалмаңыз. Бұл құс фабрикасының санитарлық тұрғыдан лас екенінің көрінісі. Қабығы зақымданған жұмыртқаны қолданбаңыз. Қолданар алдында дұрыстап жуып алыңыз. Сабынды сумен жуу керек. Сақтаған кезде салқын, бірақ құрғақ емес 5 градусқа дейінгі температурада өткір иісті азық-түліктерден бөлек жерде сақтаңыз. Жұмыртқа адам ағзасына пайдалы екені рас, бірақ оны асқан ұқыптылықпен қолданбасаңыз зиянды болуы мүмкін. Келесіде қызықты видеоларымыздан қапы қалмас үшін арнаға жазылыңыз. Төмендегі подписация батырмасын басыңыз. Сіздермен бірге шипагер арнасы. Деніңіз сау болсын.